Сәлеметсіздер ме? Массагет.kz сайтының оқырмандары. Бүгінгі дәрсімізде натурал сандарға көбейту және бөлу амалдарын қарастыратын боламыз. Көбейту амалы. А және В-ның көбейтіндісі С-ға тең деп алатын болсақ, бұндағы А және Б көбейткіштер деп, ал С көбейтінді мәні деп аталады. Көбейту амалында кез келген санды нөлге көбейтсек, нөлге тең болады. Мысалы, 8-ді көбейтсек нөлге тең, 12-ні нөлге көбейтсек, ол да нөлге тең болады. Кез келген санды бірге көбейтетін болсақ, көбейтінді мәні сол санның өзіне тең болады. Немесе бір санын кез келген санға көбейтетін болсақ, көбейтінді мәні сол санның өзіне тең болады. Мысал ретінде кез келген санды алайық, 11-ді 1-ге көбейтсек, көбейтінді мәні 11-ге тең болады. 1-ді 5-ге көбейтсек, көбейтінді мәні 5-ге тең болады. Енді көбейту амалының қасиеттеріне келейік. Бірінші қасиеті ауыстырымдылық қасиеті деп аталады. Яғни А көбейтілген Б тең болады Б көбейтілген А-ға. Бұл ауыстырымдылық қасиеті деп аталады. Көбейткіштердің орнын өзгерткенмен көбейтінді мәні өзгермейді. Мысалы, 7-ні көбейтейік 3-ге тең болады 3-ті көбейтейік 7-ге. 7-ні 3-ге көбейтсек 21, 3-ті 7-ге көбейтсек, ол да 21-ге тең. Яғни көбейтінді мәні өзгерген жоқ. Екінші қасиеті терімділік қасиеті деп аталады. А көбейтілген Б-ны жақшаға алып, С-ға көбейтсек, А көбейтілген жақшаның ішінде Б көбейтілген С тең болады. Яғни көбейткіштердің амалын өзгерткенмен көбейтінді мәні өзгермейді. Мысал ретінде 5-ті көбейтейік 2-ге, жақшаның сыртында 6-ға көбейтейік. Және де 5-ті көбейтейік жақшаның ішінде 2 көбейтілген 6-ға. Мына жерде жақсада 5-ті 2-ге көбейтсек 10-ға тең болады. Ал мына жағында 2-ні 6-ға көбейтсек 12-ге тең болады. 10-ды 6-ға көбейтсек 60, 5-ті 12-ге көбейтсек, ол да 60-ға тең. Яғни көбейтінді мәні өзгерген жоқ. Үшінші қасиеті үлестірімдік қасиеті деп аталады. Егер жақшаның ішінде қандайда бір А қосылған В қосындысын алатын болсақ, оны С көбейткішіне көбейтсек, ол тең болады А көбейтілген С-ға, қосамыз Б көбейтілген С-ға. Мысал көрсетейік, жақшаның ішінде 4-ті 3-ке қосайық, оны көбейтейік 5-ке. Ол кезде 4-ті көбейтеміз 5-ке, қосамыз 3-ті көбейтеміз 5-ке. Егер есептейтін болсақ, 4-ті 5-ке көбейтсек 20, ал 3-ті 5-ке көбейтсек 15. 20-ға 15-ті қойсақ, мәніміз 35-ке тең болады. Келесі бөлу амалын қарастырайық. Мысалы, 6 бөлінген 2 тең болады 3-ке. Бұндағы 6 бөлінгіш, 2 бөлгіш, ал 3 бөлінді мәні деп аталады. 0-ді кез келген санға бөлсек, бөлінді мәні 0-ге тең болады. Ал санды 0-ге бөлуге болмайды. Және де бөлу амалының тағы да бір қасиеттері, қандайда бір санды сол санның өзіне бөлсек, жауабы 1-ге тең болады. Мысалға, кез келген санды алайық, 20-ны 20-ға бөлсек, жауабы 1-ге тең. Немесе 5-ті 5-ке бөлсек, жауабы 1-ге тең. Кез келген санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады. Оған да мысал көрсетсек болады. Мысалға, кез келген 9-ды 1-ге бөлейік, жауабы 9-ға тең. Келесі осы қарастырған амалдарды бағандап орындауды үйренейік. Бірінші қарастырған көбейту амалын қарастырайық. Мысалға, 59-ды көбейтейік 9-ға. Бағандап бірінің астына бірін жазамыз. 9-ды 9-ға көбейтсек 81, бірін жазамыз, 8-ін ойда сақтаймыз. 9-ды 5-ке көбейтсек 45, ойдағы 8-ді қоссақ 53 болады.
Жауабы 531. Келесі мысал. 128-ді көйтейік 101-ге. Бірінің астына бірін бағандап жазамыз. Жаңа қасиеттердің бірінде айттық, кез келген санды 1-ге көйтсек, сол санның өзі шығады. Яғни 1-ді 8-ге көйтсек 8, 1-ді 2-ге көйтсек 2, 1-ді 1-ге көйтсек 1. 0-ді көйтеміз. Ол кезде осы 0-дің астынан бастап жазып бастаймыз. Жаңа тағы да бір қасиеттерінде айтқанбыз, 0-ді кез келген санға көйтсек, 0-дің өзі шығады. Яғни 0-ді 8-ге көйтеміз 0, 0-ді 2-ге көйтеміз 0, 0-ді 1-ге көйтеміз 0. Сол сияқты 1-ді 8-ге көйтеміз 8, 1-ді 2-ге көйтеміз 2, 1-ді 1-ге көйтеміз 1. Осы қатар бойынша қосып шығамыз. 8-ді өзі түседі, 2-ні 0-ге қосамыз 2, 1-ді 8-ге қосамыз 9, 0-ді 2-ге қосамыз 2, 1-ді астына түсіремін. Жауабы 12928. Және де тағы да бір айтатын, егер 10, 100, 1000 сияқты сандармен аяқталса, мысал ретінде көрсетейін, 5-ті 10-ға көбейтсек, осы 0 жалған отырады, яғни 5, қасына 0-ді түсіреміз. 25-ті көйтейік 100-ге. 25-ті жазамыз, мына 2 0-ді жалғап жазамыз, яғни 2500 жауабы. Келесі бөлу амалын бағандап орындауды үйренейік. Мысалы, 276-ны бөлеміз 12-ге. Бағандап жазамыз. Бөлу кезінде бұлай жазылады. 276 бөлінген 12. 12, яғни бірінші 27-ні аламыз. 27-нің ішінде 12 2 рет кездеседі. 2, 2-ні 2 өтеміз 4, 2-ні 1-ге өтеміз 2. 7-ден 4 алсақ 3, 2-ден 2 алсақ 0 болады. Яғни 3-тің ішінде 12 сыймайды, яғни кездеспейді, сондықтан 6-ны түсіреміз қасына. 36, 36-ның ішінде 12 3 рет кездеседі. 3-ті 2-ге өтеміз 6, 3-ті 1-ге өтеміз 3. 0. Яғни жауабы 23. Келесі 6888-ді бөлеміз 56-ға. 68-ді аламыз бірінші. 68-дің ішінде 56 1 рет кездеседі. 6-ны 1-ге өтеміз 6, 5-ті 1-ге өтеміз 5. 68-ден 56-ны аламыз. 8-ден 6 алсақ 2, 6-дан 5 алсақ 1. 12 аз болғандықтан 56-дан 8-ді түсіреміз қасына. Мына 8-ді түсірдік. 128-дің ішінде 56 2 рет кездеседі. 6-ны 2-ге өтеміз 12, 1-ні ойда сақтап қояқ. 2-ні 5-ге өтеміз 10, ойдағы 1-мен 11. 112. 128-ден 12-ні алайық. 8-ден 2 аламыз 6, 2-ден 1 аламыз 1. 16. 16 56-дан аз болғандықтан мұна қалған 8-ді түсіреміз. 168. 168-дің ішінде 56 3 рет кездеседі. 3-ті 6-ға өтеміз 18, 3-ті 5-ге өтеміз 15, ойдағымен 16. 168. Жауабы 123. Келесі мысал 2000-ді бөлеміз 50-ге. Бұндай жағдайда нөлдерді сызып алып тастасақ болады, яғни 200 бөлінген 5 қалды. 20-ны аламыз, 20-ның ішінде 5 4 рет кездеседі. Мына 0-ді 4-тің қасына жалғаймыз, яғни жауабы 40 болды. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.